Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте қою және дәмді болып шығатын өріктен джем жасайтын боламыз. Ең бірінші өріктерімізді жақсылап жуып аламыз. Ішіндегі тәшектерін бөлек алып тастаймыз. Үстіне құм шекерімізді салып, бір түнге қалдырып қоятын боламыз. Бірақ сіздер бірден қайнатсаңыздар да болады. Бір түннен кейін міне өріктің өзінің соғы шықты, міне өте жақсы және мол болып шығады. Оны отқа бір қайнатып алып, блендермен жақсылап тұрып езіп алатын боламыз. Одан кейін отқа қайтадан қойып, үстіне құм шекерімізді салып, баяу отта 1 сағаттай қайнатамыз. Кішкене лимонды кислота қоссаңыздар болады. Әрине өз қалауларыңыз, және де көбігі шығып жатса, алып тастауды ұмытпаңыздар. Міне, осындай қоюлықта болды. Енді крышкаларымызды дайындаймыз. Қайнап тұрған ыстық суға құйып, крышкаларымызды стерилизация жасаймыз. Енді банкаларымызды да қайнап тұрған ыстық суды құйып, 15-20 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Міне, банкілерімізде дайын, джемімізде дайын, үстіне құямыз. Міне осындай қоюлықта болды. Бірақ суығаннан кейін өте бұдан да қою болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!